Ешкі сүтінің адам денсаулығына пайдасы орасан зор. Ешкі сүті туралы әлем ғалымдарының зерттеуі. Бүгінде ғалымдар ешкі сүтінің емдік және аурулардың алдын алуда. Әсіресе анемияда, тағамдық аллергияда, туберкулезде, асқазан, ішек қарын жолдарының ауруларында, диабетте, диатезде, ағзаның қорғаныс қызметін арттыруда, ағзадан ауыр металдардың тұздары мен радионуклидтерді шығаруда және көздің нашар көруінде пайдалы деген қорытынды жасады. Сондай-ақ ешкі сүтінде кальций, магний, фосфор, марганец, мыс, абыс және дәрумендері аскорбин қышқылы бар. Сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүтінде B12 дәруменінің құрамына кіретін кобальттың мөлшері 6 есе көп, ал калийдің жоғары мөлшері жүрек қан-тамыр жүйесінің қызметіне оңтайлы әсер етеді. Сиыр сүтіндегі темірге қарағанда ешкі сүтінің темірі жақсы сіңеді. Бұл анемияның алдын алуда аса маңызды деп отыр мамандар. Сондай-ақ олар балаларды қоректендіруде сиыр сүтіне қарағанда ешкі сүті жарамды келетінін зерттеді. Әрине, бала үшін ана сүтіне жететін тағам жоқ, бірақ жасанды немесе аралас қоректендіруде ешкі сүті ана сүтін алмастыру үшін лайықты және 6 айдан асқан балалар үшін қосымша қорек ретінде пайдалануға болады. Айтпақшы, ешкі туберкулезбен, бруцеллезбен сиыр ауыратын басқа да аурулармен ауырмайды. Біздің арнамызға тіркеліп, пайдалы кеңестер көріңіздер.